Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бірнеше санның арифметикалық ортасы тақырыбының есептерін бірге қарастырайық. 1190 сандардың арифметикалық ортасын табыңдар. Біріншісі 5 пен 3. 5 қосылған 3 бөлінген 2 тең 8 бөлінген 2 4. Екіншісі 15 қосылған 17 бөлінген 2 тең 32 бөлінген 2 тең 16-ға. Үшіншісі 30 қосылған 50 бөлінген 2 тең 80 бөлінген 2 тең 40-қа. Төртіншісі 0,6 қосылған 0,4 бөлінген 2 тең 1 бөлінген 2 болады 0,5. Бесіншісі 1,2 қосылған 1,8 бөлінген 2 тең болады 3 бөлінген 2, ол бізде 1,5. Алтыншысы 3,6 қосылған 3,4 бөлінген 2-ге тең болады 7 бөлінген 2 тең 3,5. Жетіншісі 1,16 қосылған 1,84 бөлінген 2 болады 3 бөлінген 2. 1,5. Сегізіншісі 2,63 қосылған 2,37 бөлінген 2 тең болады 5 бөлінген 2. 2,5. Тоғызыншысы 4,71 қосылған 4,29 бөлінген 2 тең болады 9 бөлінген 2. 4,5. 1191 сандардың арифметикалық ортасын табыңдар. Біріншісі 5 қосылған 7 қосылған 10 қосылған 18 бөлеміз 4-ге. Себебі сандардың саны 4-еу. Бізде болады 40 бөлінген 4 тең 10-ға. Екіншісі 14 қосылған 18 қосылған 17 қосылған 23 бөлінген 4 тең болады 72 бөлінген 4 18. Үшіншісі 44 қосылған 58 қосылған 76 қосылған 81 бөлеміз 4-ге тең болады 259 бөлінген 4-ге тең 64,175. Төртіншісі 3 қосылған 6 қосылған 12 қосылған 10 қосылған 9 бөлеміз 5-ге тең болады 40 бөлінген 5 8. Бесіншісі 20 қосылған 32 қосылған 43 қосылған 49 бөлеміз 4-ге 144 бөлінген 4 36 болады. Алтыншысы 100 қосылған 150 қосылған 180 қосылған 170 бөлеміз 4-ге 600 бөлінген 4 тең болады 150. 1192 тамыз айының бірінші аптасында ауаның температурасы 24, 27, 22, 25, 30, 29, 32 градустар болды. Тамыз айының бірінші аптасындағы ауа температурасының орташа мәні неше градус болды? Біз барлық осы градустарды бір-біріне қосып, қанша градус бар соншаға бөлеміз. Сонда 24 қосылған 27 қосылған 22 қосылған 25 қосылған 30 қосылған 29 қосылған 32 бөлеміз. Бізде неше градус бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ге бөлеміз. 189 бөлінген 7. 27 болады. Сонда тамыз айының бірінші аптасындағы ауа температурасының орташа мәні 27 градусқа тең екен. 1193 ұшақ 480 км сағат жылдамдықпен 1,15 сағат 600 км сағат жылдамдықпен 0,3 сағат ұшты. Ұшақтың орташа жылдамдығын табыңдар. Біз бірінші ара қашықтықтарын табамыз және уақытқа бөлеміз. Орташа жылдамдықты табу үшін. 480
көбейтеміз 1,5-ге қосамыз 600 көбейтеміз 0,3-ге бөлеміз уақыттарына 1,5 қосылған 0,3-ге бізде болады 720 қосылған 180 бөлеміз 1,8-ге сонда 900 бөлінген 1,8 500 болады. Сонда жауабы орташа жылдамдығы 500 км сағат. 1194 бір тамшы судың орташа массасын білу үшін әуелі бос ыдыстың массасы өлшенді. Содан кейін ыдысқа 50 тамшы су тамызылып, тағы да өлшенді. Сонда бос ыдыстың массасы 45 грамм, ал суы бар ыдыстың массасы 48,5 грамм болды. Бір тамшы судың массасы неше грамм? Біз бірінші таразыға қойып бос ыдыстың массасын өлшеп аламыз. Ол кезде бізде болды 45 грамм. Одан кейін оның ішіне 50 тамшы тамызылды. Сол кезде массаны өлшеген кезде 48,5 грамм болды. Бір тамшының салмағын қалай табамыз? Біз ең алдымен 50 тамшының массасын тауып аламыз. 48,5-тен азайтамыз 45 граммды. Сонда бізде болады 3,5 грамм. Бұл 50 тамшының массасы. Енді бір тамшының массасын табу үшін 3,5-ті бөлеміз 50-ге. Сонда бізде болады 0,107 грамм. Жауабы бір тамшы судың массасы 0,107 грамм екен. 1195 кестедегі бос орындарды толтырыңдар. Бізде мынау бірінші қатар, екінші қатар және үшінші қатар. Бірінші қатарда бізде екінші сан жоқ. Арифметикалық ортаны қолданып, осы екінші санды табайық. Сонда 86 қосылған екінші санды x деп қойайық, қосылған 90. Бөлеміз 3-ге, арифметикалық ортасы 80 екен. Енді 86-ға 90-ды қосайық. 176 қосамыз x-ті, 80-ді 3-ге көбейтеміз пропорция арқылы. Сонда 240 болады. X тең 240-тан 176-ны азайтамыз, бізде 64 шығады. Сонда екінші санымыз 64-ке тең. Енді екінші қатардан үшінші санды табайық. 58,2 қосылған 49,4 қосылған x бөлінген 3 тең болады 54,3. 58,2-ге 49,4 қосайық. 107,6 қосылған x 54,3-ті 3-ке көбейтеміз. 162,9 болады. Сонда x тең 162,9-дан 107,6-ны азайтамыз. 55,3. Сонда үшінші санымыз 55,3 екен. Енді үшінші қатарда бізде арифметикалық ортасын табу керек. 2,3-тен 2 қосылған 1,4-тен 3 қосылған 3,12-ден 1 бөлеміз 3-ке тең болады x. Енді бізде ортақ бөлімге келтіреміз. Мына жерге 4-тен берем, мына жерге 3-тен берем. Сонда бізде болады 2,12-ден 8 қосылған 1,12-ден 9 қосылған 3,12-ден 1 бөлінген 3 тең x. Енді ортақ бөлімдерін таптық. Бүтін бөліктерін қосайық. 2-ге 1-ді қосамыз 3, 3-ге 3-ті қосамыз 6. Бөлімінде 12, алымын есептейік. 10, 18 болады. Бөлінген 3 тең. Осы жерден бірден есептейік. 18 бен 12-ні қысқартайық. Мына жерде бізде болады 3, 2. 6-ға қысқартсақ, сонда 6,2-ден 3 болды. Бөлімінде 3. Аралассанды бұрыс бөлшекке айналдырайық. Бөлімінде 2 қалады. 6, 2, 12. 12-ге 3-ті қоссақ 15. Бөлімінде 3. Енді негізгі бөлшекті бөлу амалына айналдырам. 15 бөлінген 2 бөлінген 3. 2-ден 15 көбейтуге айналдырам бөлуді. 3-тен 1. Қысқартамыз, мына жерде 5 қалады. Сонда 5 бөлінген 2.
5 бөлінген 2 бізде 2,5-ке тең. Сонда бізде мына жерде арифметикалық ортасы 2,5 деп аралассамен жазып қойсақ болады, немесе ондық бөлшекпен 2,5. 1196 есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар. Екі санның арифметикалық ортасы 27,49-ға тең. Бірінші сан екінші саннан 3,48-ге кем. Бірінші санды екінші санды табыңдар. Бізде бірінші сан белгісіз, оны x деп қойайық. Ал екінші санымыз бізде бірінші саннан 3,48-ге кем. Олай болса x азайтылған 3,48 деп жазып қойайық. Енді осы екі санның арифметикалық ортасын табамыз. X қосылған, x азайтылған 3,48 бөлінген 2 тең болады 27,49-ға. 2x азайтылған 3,48 тең болады 27,49-ды 2-ге көбейтемін. Сонда бізде болады 54,98-ге. 2x-ті табамын. Бізде болады 58,46. X-ті табамыз, 2-ге бөлеміз, сонда бізде болады 29,23. Бұл бізде бірінші сан. Екінші санды табамыз. Бірінші саннан 3,48 азайтқанға тең. Сонда 29,23 азайтылған 3,48. 25,175-ке тең. Жауабы бірінші сан 29,123-ке тең, екінші сан 25,175-ке тең. 1197 практикалық жұмыс. Өзіңнің 4 қарысыңның ұзындығын өлшеп, бір қарысыңның орташа ұзындығын тап. Екінші, өзіңнің 20 қадамыңның ұзындығын өлшеп, бір қадамыңның орташа ұзындығын тап. Бірінші, біз өзіміздің бір қарысымызды өлшейік. Бір қарыс дегеніміз біздің бас бармағымыз бен ортаңғы саусағымыздың арасы. Соны сызғышқа қоямыз да өлшеміз. Мысалы үшін менікі 18 сантиметр болатын болса, мен естемін. Бірінші, бізде өзгермейді, ол қарыс өзгермейді. Біреусі қандай болса, қалғандарды сондай болады. Сонда 18 қосылған 18 қосылған 18 қосылған 18 бізге 4 қарыс деп тұр. 4-еуін қосамыз да 4-ке бөлеміз. Сонда бізде ол 18 шығады. Екінші, бізде енді қадамды өлшеміз. Қадам дегеніміз біз жүрген кездегі аяғымыздың басы мен өкшеміздің арасындағы өлшем. Ол бізде қадам болады. Сонда егер менің қадамым 80 сантиметр болатын болса, әркімдікі әрқалай, әркім өзінікін өлшеп жазады. Егер менікі 80 болатын болса, 80 қосылған 80 қосылған 80 қосылған 80 деп 20 рет жазам. Және оны 20-ға бөлем. Сол кезде менде орташа қадамның ұзындығы 80 болады. Себебі бізде қадамдардың әрқайсысы бірдей. Егер әртүрлі болатын болса, ұзындықтар, онда бізде мына жерде 80 шықпауы мүмкін. 1198 теңдеуді шешіңдер. Бірінші, біз аралас санды ондық бөлшекке айналдырып алайық. Бізде бөлімінде 5, олай болса 2-ге көбейтеміз. 3,2 болады. Оны ондық бөлшекпен жазсақ, 3,2x деп жазсақ болады. 2,9x тең 36,6. Екі санды қосамыз. 6,1x тең 36,6. X тең 36,6-ны 6,1-ге бөлеміз. 6. Екіншісі 5,6x-тан 2,4x-ті азайтамыз. Бізде 3,2x болады. Тең 4,8. X тең 4,8-ді 3,2-ге бөлеміз. Бізде 1,5 шығады. Үшіншісі, араласанды ондық бөлшекке айналдырайық. 5-ке көбейтеміз. 9x азайтылған 7,145. X тең 4,103. 9x азайтылған 7,145x тең 4,103. Екі санды азайтатын болсақ, бізде 1,155 шығады.
x тең 4,3. X тең 4,3-ті 1,55-ке бөлеміз, 2,6 шығады. Төртіншісі, x қосылған 2,6 тең болады. 0,8-ді теңдіктің екінші жағына апарам. Сол кезде ол көбейту болып барады. 7,45 көбейтілген 0,8 болып барады. X қосылған 2,6 тең болады 5,96. X тең азайтамын. Сол кезде 3,36 шығады. Бесіншісі, бұл жерде де мынау бөлу теңдіктің екінші жағына апарғанда көбейту болып барады. 7,8 азайтылған y тең 0,2 көбейтілген 6,1. 7,8 азайтылған y тең болады 1,22. Енді осы жерден y-ті тапсақ, y-ті теңдіктің екінші жағына, 1,22-ні 7,8-дің жанына алып келеміз. Сонда 7,8 азайтылған 1,22 болады. Y тең 6,58. Алтыншысы, біз мына жерде бірінші бөлу амалын орындаймыз. Сонда бізде не болады? Жақшаның ішін жазып қояйық. 7,6 азайтылған y тең 16,5-ті бөлеміз 5-ке. 7,6 азайтылған y тең 3,3. Сонда y тең болады 7,6 азайтылған 3,3. Y тең 4,3. 1199 сандардың арифметикалық ортасын табыңдар. Біріншісі, 10,1 қосылған 9,4 қосылған 9,9 бөлінген 3 тең болады 29,4 бөлінген 3 тең 9,8. Екіншісі, 11,2-ден 1 қосылған 9,7 қосылған 9,5-тен 4 қосылған 10,2 бөлеміз 4-ке тең болады. Біз аралас сандарды ондық бөлшекке айналдырып алайық. Мынаны 5-ке көбейтеміз, мынаны 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 11,5 болады. 11,5 қосылған 9,7 қосылған 9,8 қосылған 10,2 бөлінген 4 тең болады 41,2 бөлінген 4 тең 10,3. Үшіншісі, 20-дан 9 қосылған 0,65 қосылған 5-тен 2 бөлеміз 3-ке. Мынаны 5-ке көбейтейік, мынаны 2-ке көбейтейік. Бізде болады сонда 100-ден 45, ал ол бізде 0,145 деп жазылады. Қосылған 0,165 қосылған 10-нан 4. 0,4 деп жазамыз. Бөлінген 3 тең. Алымдарын қосайық, сол кезде бізде болады 1,15 бөлінген 3 тең 0,15. Төртіншісі, 5,9 қосылған 6,1 қосылған 6 қосылған 4,8 бөлеміз 4-ке тең болады 22,8 бөлінген 4 тең 5,7. Келесі 3,6 қосылған 3,4-тен 3 қосылған 3,166 бөлінген 3 тең болады. Мынаны біз 25-ке көбейтейік. Сонда бізде болады 3,6 қосылған 3,175. 3,175. 3,166 бөлінген 3 тең болады. Бізде сонда 11,100-ден 1 бөлінген 3 тең 3,167. Алтыншысы,
5,21 қосылған 4,98 қосылған 5,14 қосылған 8,67 бөлеміз 4-ке. Тең болады. Алымдарын қосайық, сол кезде бізде 24 шығады. 24 4-ке бөлеміз 6. 1200 шаруашылық бірлестігі 3 жерге бидай егіп, 16 гектар жерден 280 центнер, 12,5 гектар жерден 225 центнер, 11,5 гектар жерден 197,8 центнер өнім алды. Шаруашылық бірлестігі орта есеппен 1 гектар жерден қанша бидай өнім алды? Ең бірінші біз барлық өнімнің массасын тауып аламыз. Одан кейін оны егін егілген жердің ауданына бөлеміз. Сол кезде егіннің өнімі шығады. Бірінші жерден бізде 280 центнер өнім алынды, екінші жерден 225, үшінші жерден 197,8 центнер өнім алынды. Енді бізде бірінші жер өлшемі 16 гектар, екіншісі 12,5, үшіншісі 11,5. Қосамыз, бізде сонда болады 702,8 бөлімінде 40. Сонда бізде 17,57 центнер өнім алынады. 1201 алма егілген 3 бақтың әрқайсының ауданы 12 гектар. Бірінші бақтан 1029,6 центнер, екінші бақтан 918 центнер, ал үшінші бақтан 1166,4 центнер алма жиналды. Алма бақтарынан алынған орташа өнім неше центнер? Егіннің массасын тауып аламыз бірінші, одан кейін оны ауданына бөлеміз жердің. Бірінші бақтан 1029,6, екіншісі 918, үшіншісі 1166,4 центнер өнім алынған. Сонда үшеуісінің де ауданы бірдей, жер тілімдері. Сонда біріншісі 12, екіншісі 12, үшіншісі де 12. Енді есептейік. Сонда бізде болады 3114 бөлінген 36-ға. Тең болады 86,5 центнер. Сонда орта есеппен 3 бақтан 86,5 центнер алма жиналады. 1202 велосипедші 13,6 км сағат жылдамдықпен 1,5 сағат тас жолмен жүріп, 0,2 сағат демалған соң 9,8 км сағат жылдамдықпен 0,5 сағат қара жолмен жүрді. Велосипедшінің орташа қозғалыс жылдамдығын табыңдар. Бұл жерде біз не істейміз? Ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. Орташа жылдамдықты табу үшін. 13,6 км сағат жылдамдықпен 1,5 сағат жүрді. Одан кейін 0,2 сағат демалды. Демалған кезде оның жылдамдығы 0. Қосамыз 9,8 км сағат жылдамдықпен тағы да жарты сағат жүрді. Осыны уақытқа бөлеміз. Уақыты 1,5 қосылған 0,2 қосылған 0,5. 20,4 қосылған 4,9 бөлеміз 2,2-ге. Тең болады бізде 25,3 бөлінген 2,2. Тең 11,5 км сағат. Сонда велосипедшінің орташа жылдамдығы 11,5 км сағат болады. 1203 осыдан 3 жыл бұрын ағасы мен қарындасының жастарының қосындысы 15 жас болды. 3 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы неше жас болады? Қазір ағасының жасы X болсын, қарындасының жасы Y болсын. 3 жыл бұрын ағасының жасы X азайтылған 3 болды, ал қарындасының жасы Y азайтылған 3. Енді 3 жыл бұрын олардың жастарының қосындысы бізде 15 жас болды дейді. Сонда X қосылған Y азайтылған 6 тең 15. Сонда X қосылған Y тең 15-ке 6-ны қосамыз 21. Сонда олардың қазіргі жастарының қосындысы 21 екен. Енді 3 жылдан кейін олардың жастарының қосындысын табамыз. Ағасының жасына 3 жас қосылады, X қосылған 3. Қарындасының жасына 3 жас қосылады, Y қосылған 3. Тең X қосылған Y қосылған 3-ке 3-ті қосамыз 6. X қосылған Y бізде 21.
қосылған 6 тең болады 27. Сонда 3 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы 27 жас болады екен. 1204 координаталық сәуледе Q және P нүктелері белгіленген. Осы координаталық Q және P нүктелерімен кескінделген сандардың арифметикалық ортасы болатын нүктені әріппен белгілеп, оны координатасымен жазыңдар. Бірінші арифметикалық ортасын табайық. 4,3 қосылған 6,9 бөлінген 2. Сонда бізде болады 11,2 бөлінген 2 тең болады 5,6. Енді 5,6-ны координатадан табамыз, координаталық сәуледен. Мына жерде 5 пен 6-ның арасы ол 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда ол осы нүкте екен. Оны T деп қойық. Сонда жауабы T нүктесінің координатасы 5,6. 1205. Пойыз екі қала арасындағы қашықтықтың бірінші жартысын 72,75 км/сағат жылдамдықпен 2,4 сағат жүрді, ал екінші жартысын 3,6 сағат жүрді. Пойыздың орташа жылдамдығын табыңдар. Бізде орташа жылдамдықты табу үшін барлық арақашықтықты барлық уақытқа бөлеміз. Барлық арақашықтық бізде мына жерде айтады бірінші жартысы және екінші жартысы. Яғни барлық арақашықтық теңге 2-ге бөлініп тұр. Оны S1 қосылған S2 деп жазайық. Және бізде уақыттары қандай? Уақыты мына жерде осы екі арақашықтықта 2 уақыт берілген. Бірінші жартысында 2,4 сағат, екінші жартысында 3,6 сағат. Енді қарайық. Бізде S1 жоқ, S1-ді тауып алайық. S1 мен S2 бір-біріне тең. Енді қараймыз. S1-ді табу үшін біз бірінші арақашықтықтағы кеткен жылдамдықпен уақытты бір-біріне көбейтеміз. Сонда 72,175 көбейтеміз 2,4-ке. Бізде болады 174,6 километр. Енді қарайық, орташа жылдамдығымыз сонда 174,6. Бұл бірінші арақашықтық, екінші арақашықтық дәл осындай болады, 174,6. Сонда бірінші уақыты 2,4 3,6 тең болады 349,2 бөлінген 6 тең 58,2. Сонда жауабы орташа жылдамдығы 58,2 км/сағат екен. 1206 моторлы қайықтың ағыспен жүзген жылдамдығы 30 км/сағат, ал ағысқа қарсы жүзген жылдамдығы 25,2 км/сағат. Бірінші моторлы қайықтың орташа жылдамдығын табыңдар. Екінші моторлы қайықтың ағыспен жүзген жылдамдығы мен ағысқа қарсы жүзген жылдамдығының арифметикалық ортасы оның қандай жылдамдығына тең? Орташа жылдамдығы бізде қайықтың ағыспен жүзген жылдамдығы мен ағысқа қарсы жүзген жылдамдығының қосындысын 2-ге бөлеміз. Сонда 30 қосылған 25,2-ні бөлеміз 2-ге. Сонда 55,2 бөлінген 2 болады. 27,6 км/сағат. Сонда бізге айтады, арифметикалық ортасы неге тең? Арифметикалық ортасы осы қайықтың орташа жылдамдығына тең болады. 1207 бөлшектерді қысқартыңдар. Бірінші, жерде 3А азайтылған 15-тен жақшаның сыртына 3-ті шығарайық. Сонда жақшаның ішінде А азайтылған 5 қалады. Бөлінген 3. 3 пен 3-ті қысқартамыз, А азайтылған 5. Екіншісі, мына жерде 16А азайтылған 2Б. Жақшаның сыртына 2-ні шығарайық. Сонда 8А азайтылған Б қалады. 8А азайтылған Б. Екеусін қысқартайық. Сонда 2 қалады. Үшіншісі, мына жерден жақшаның сыртына 2-ні шығаруға болады. Сонда 5 азайтылған 3А бөлінген 3А азайтылған 5. Енді қарайық, мына екеусін бір-бірімен қысқарта алмаймыз, себебі орындары ауысып тұр. Осы екі санның орындары ауысу үшін біз жақшаның сыртына минусты шығарайық. Сонда минус 2 орындары ауысады және таңбалары да ауысады. 3А азайтылған 5 бөлінген 3А азайтылған 5.
Қысқартамыз. Минус 2 қалады. Төртіншісі, алымынан жақшаның сыртына 4-ті шығарайық. Сонда бізде болады 3а азайтылған 1. Ал бөлімнен жақшаның сыртынан минусты шығарайық. Сонда бізде болады 3а азайтылған 1. Енді қысқарта берсек болады. 4-ті минус 1-ге бөлеміз, минус 4. Бесіншісі, с азайтылған 5. Жақшаның сыртына 4-ті шығарайық. С азайтылған 5 болады. Қысқартамыз. 4-тен 1. Ал ол бізде 0,125-ге тең. Алтыншысы, 4а азайтылған б. Жақшаның сыртына минус 2-ні шығарайық. Сонда мына жерде бізде орындары ауысады. 4а азайтылған б. Қысқартамыз. Тең минус 2-ден 1. Ол бізде минус 0,5-ге тең. 1208 координаталық түзу бойында асы және с-і кесінділері орналасқан. Мұндағы с нүктесінің координатасы 6,1. Бұл а және б нүктелерінің координаталарының арифметикалық ортасы. Б нүктесінің координатасын табыңдар. Енді қарайық. 2,4 а нүктесінің координатасы. Б нүктесінің координатасы белгісіз, оны x деп қойық. Енді оны 2-ге бөлеміз, сол кезде с нүктесінің координатасы шығады. 6,1. Енді 2,4 қосылған x тең 6,1-ді 2-ге көбейтеміз, 12,2. Сонда x тең 12,2-ден азайтамыз 2,4-ді, бізде болады 9,8. Бұл бізде б нүктесінің координатасы 9,8. 1209 есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар. 3 санның арифметикалық ортасы 4,7-ге тең. Бірінші саннан екінші сан 0,3-ге кем, ал үшінші сан 1,2 есе артық. Бірінші санды табыңдар. Бізде бірінші сан белгісіз, оны x деп қойық. Екінші сан бізде бірінші саннан 0,3-ге кем. Олай болса, x азайтылған 0,3 болады. Үшінші сан бізде бірінші саннан 1,2 есе артық. Олай болса, ол 1,2 x-қа тең. Енді осы үш санның арифметикалық ортасын табамыз. X қосылған, x азайтылған 0,3, қосылған 1,2 x бөлеміз 3-ке. Сол кезде бізде болады 4,7. Енді есептейік, x-қа x-ті қосамыз 2x, 2x-қа 1,2 x-ті қосамыз 3,2 x азайтылған 0,3 тең 4,7-ні 3-ке көбейтеміз, пропорция арқылы. Сол кезде бізде болады 14,1. 3,2 x тең болады 14,1-ге қосамыз 0,3-ті 14,4. X тең 14,4-ті 3,2-ге бөлек 4,5. Бұл бізде бірінші санның сан. Жауабы сонда бірінші сан 4,5-ге тең екен. 1210 кітапхананың оқу залында орташа жасы 21-ге тең 24 адам бар. Оқу залынан бір адам шығып кеткенде, қалғандарының орташа жасы 20-ға тең болды. Оқу залынан шығып кеткен адам неше жаста? Бізде барлығы 24 оқырман бар. 24 оқырманның жастарының қосындысын білмейміз. Жастарының қосындысы x болсын. Оны 24-ге бөлеміз. Сол кезде орташа жасы 21-ге тең болады. Енді бізге айтады, сол кезде залдан бір адам шығып кетті. Оның жасын білмейміз, сол себептен x азайтылған y деп қойық. 24 болған бір адам шығып кеткенген 23 қалады. Сол кезде орташа жасы 20-ға тең болады, залдағы адамдардың. Енді осы жерден y-ті табайық. Y-ті табу үшін бірінші мына жерден x-ті табамыз. X тең 24 көбейтілген 21. Сонда x-іміз 504-ге тең. Енді мына жақтан x азайтылған y тең 20 көбейтілген 23, ол бізде 460-ға тең. X-іміздің орнына 504-ті қоямыз. Азайтылған y тең 460. Сонда y тең 504, азайтылған 460, y тең 44. Бұл бізде шығып кеткен оқырманның жасы. Сонда оның жасы 44 деген. 1211 мәшіне жолда 3 сағат жүрді. Ол бірінші сағатта 54 км жүрді,
Екінші сағатта одан 1,5 есе артық жүрді. Мәшине үшінші сағатта екінші сағатта жүрген жолдың 0,8-ін жүрді. Мәшиненің орташа жылдамдығын сағатына неше километр? Бірінші сағатта 54 километр жүрді. Екінші сағатында 1,5 есе артық жүрді. 54-ті көбейтеміз 1,5-ге. Үшінші сағатында екінші сағатта жүрген жолдың 0,8-ін жүрді. Олай болса 54 көбейтілген 1,5 көбейтілген 0,8. Арифметикалық ортасын табамыз. Сонда 54 қосылған 54 көбейтілген 1,5 қосылған 54 көбейтілген 1,5 көбейтілген 0,8 бөлеміз 3-ке. Себебі мынау бізде ара қашықтық, ал 3 ол сағат, 3 сағат жүрді. Сонда 54 қосылған 81 қосылған 64,8 бөлінген 3 тең болады 199,8 бөлінген 3 тең 66,6 километр сағат. Бұл бізде орташа жылдамдығы. 66,6 километр сағат. 1212 бағасы 750 теңге 3 килограмм шай мен бағасы 980 теңге 2 килограмм шай араластырылды. Қоспа шайдың 1 килограммының бағасы неше теңге? 1213 массалары 10 грамм, 13 грамм және 20 грамм сырт пішіндері бірдей сақиналар 3 пакетке салынған. Пакеттердің әр қайсысындағы әрбір сақинаның массалары бірдей. Бірақ қай пакетте қандай массалы сақиналар салынғаны белгісіз. Стрелкасы бар таразымен бір рет қана өлшеп, әр қайсысының массасы 13 грамм сақиналардан қай пакетте екенін қалай табуға болады? Бізде 3 түрлі пакет бар. Осы пакеттердің қайсысында қандай сақина орналасқанын білмейміз. Бізге 13 граммдық сақина қай пакетте орналасқанын табу керек. Біз ол үшін бірінші пакеттен 1 сақина аламыз, екінші пакеттен 2 сақина аламыз, үшінші пакеттен 3 сақина аламыз. Сонда біздің қолымызда барлығы 6 сақина болады. Енді осы 6 сақинаны таразыға саламыз. Таразыға салған кезде бізде таразының көрсеткіші егер 93 грамм болса, немесе 83 грамм дегенді көрсететін болса, біз ойланбастан айтамыз. Ол кезде бізде 13 граммдық сақина бірінші пакетте орналасты деп. Неге? Себебі енді қарайық. Мысал үшін 13 граммдық сақина бірінші пакетте орналасын. Ол кезде бізде не болады? Бірінші пакеттен 1 сақинаны алдық, ол 13 граммдық. Екінші пакеттен 10 граммдық сақина алдық дейік, екеу. Үшінші пакеттен 3 20 граммдық сақина алдық дейік. Сонда бізде 13 қосылған 20 қосылған 60 болады. 93 грамм. Немесе 1 көбейтілген 13 граммдық сақина, 2 көбейтілген 20 граммдық сақина болсын. 3 көбейтілген 10 граммдық сақина болсын. Сонда бізде 13 қосылған 40 қосылған 30 83 болады. Енді екінші, егер таразының көрсеткіші 96 грамм немесе 76 граммды көрсететін болса, онда біз айтамыз 13 граммдық сақина екінші пакетте орналасқан деп. Қайдан білеміз оны? Мысал үшін 13 граммдық сақина екінші пакетте орналассын. Екінші пакетте орналасқан кезде есептеп қарайық. Бірінші пакетте мысал үшін 10 граммдық сақиналар жатыр дейік. Екінші пакетте 13 граммдық сақиналар, үшінші пакетте 20 граммдық сақиналар. Сонда бізде не шығады? 10 қосылған 26 қосылған 60. Сонда бізде 96 грамм шығады. Немесе бірінші пакетте 20 граммдық сақиналар жатсын, екінші пакетте 13 граммдық сақиналар, үшінші пакетте 10 граммдық сақиналар. Сол кезде бізде 20 қосылған 26 қосылған 30 болады. Сол кезде 76 грамм шығады. Үшінші, егер бізде таразыда 89 грамм немесе 79 грамм дегенді көрсететін болса таразы, онда 13 граммдық сақиналарымыз бізде үшінші пакетте орналасқан деп айтамыз.
Енді қарайық, үшінші пакетте 13 граммдық сақиналар орналасатын болса, онда бірінші пакетте 10 граммдық болсын, екінші пакетте 20 граммдық сақиналар болсын, үшінші пакетте 13 граммдық сақиналар. Сонда 10 қосылған 40 қосылған 39. Сонда бізде болады 89 грамм. Немесе бірінші пакетте 20 граммдық сақиналар, екінші пакетте 10 граммдық сақиналар. Сонда үшінші пакетте 13 граммдық сақиналар болса, 20 қосылған 20 қосылған 39. Тең болады 79 грамм. Осылай анықтасақ болады. 1214 қайықтың ағыспен жүзген жылдамдығы мен ағысқа қарсы жылдамдығының арифметикалық ортасы 8,5 км/сағат. Қайықтың ағыспен жүзгендегі жылдамдығы 10,9 км/сағат. Ағыс жылдамдығы сағатына неше километр, қайықтың ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы сағатына неше километр. Ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы белгісіз, оны x деп белгілеп қойық. Ал ағыспен жүзгендегі жылдамдығы 10,9. 2-ге бөлеміз. Арифметикалық ортасы сол кезде 8,5-ке тең болды дейді. Осы жерден ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдықты тауып аламыз. Сонда x қосылған 10,9 тең 8,5-ті 2-ге көбейтеміз, 17. X тең 17-ден 10,9 азайтамыз, 6,1. Бұл бізде ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдық. Енді бізге айтады, ағыстың жылдамдығын табыңдар. Ағыстың жылдамдығы ағыспен жүзгендегі жылдамдықтан ағысқа қарсы жылдамдықты азайтып 2-ге бөлгенге тең. Сонда 10,9-дан азайтамыз 6,1-ді бөлеміз 2-ге. Сонда бізде шығады 4,8 бөлінген 2, 2,4. Сонда жауабы ағыстың жылдамдығы 2,4 км/сағат екен. Ал ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы 6,1 км/сағат. 1215 есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар. Автобуста орта жастары 24 жас бірнеше жолаушы бар. Автобусқа жастарының қосындысы 69 жас, 2 жолаушы мінгенде, ондағы жолаушылардың орта жастары 25 жас болды. Алғашқыда автобуста неше жолаушы болды? Қарайық, бізде автобуста неше жолаушы екені белгісіз, және олардың жастарының қосындысы да белгісіз. Сонда оны жастарының қосындысын x дейік, ал олардың саны белгісіз a деп қойық. Енді олардың орташа жасы 24 болған. Енді одан кейін 2 жолаушы кірді автобусқа. Олардың қосындысы жастарының екеусінікі 69. Сонда жастарының қосындысына 69 қосамыз, және a деген санға тағы 2 жолаушыны қосамыз. Сол кезде олардың жастарының саны 25 болған дейді. Енді осы жерден a-ны табамыз. Алғашқыда автобуста неше жолаушы болды? Ол үшін мына жерде пропорцияны қолданайық. X тең 24a болады. Енді мына жақтағы тұрған x-тің орнына 24a-ны апарып қойсақ болады. Сонда 24a қосылған 69 a қосылған 2-ге бөлеміз. Тең 25. Пропорцияны қолданамыз. 25-тің астында 1 бар. Олай болса 24a қосылған 69 тең 25 көбейтілген a қосылған 2. 24a қосылған 69 тең 25a қосылған 50. Енді 25a 24-ті қасына апарамыз, минус 24a болып барады. Мына жақтағы 69 тұр, оның қасына 50-ді апарамыз, минус 50 болып барады. Сонда a тең 19. Жауабы, сонда автобуста алғашында 19 жолаушы болған екен. 216 дүкеннен барлығы 4 килограмм 2 түрлі кәмпит сатып алынды. Оның 3 килограммы 320 теңгеден. Кәмпиттерді араластырғанда қоспа кәмпиттің бағасы 292 теңгеден артық, бірақ 307 теңгеден кем болды. Екінші түрлі кәмпиттің бағасының неше теңге екенін бағалаңдар. Бізде барлығы 4 килограмм кәмпит алынды. Ол 4 килограммның 3 килограммы 320 теңгеден. Олай болса,
3 килограмм 320 теңгеден және 1 килограмм неше теңгеден екенін білмейміз, оны X деп қояйық. Оны бөлеміз, барлығы бізде 4 килограмм. Осы кезде бізде кәмпиттердің бағасы 292 теңгеден артық, бірақ 307 теңгеден кем болған. Енді осы жерде X-ті табамыз. X-ті табу үшін бірінші бөлініп тұр 4-ке, олай болса көбейтеміз 4-ке. 292-ні 4-ке көбейтейік. 1168 кіші. Мына жерде 3-ті 320-ға көбейтеміз 960, қосылған X. 307-ні 4-ке көбейтеміз 1228. Енді мына жерге X-қа 960 қосылып тұр. Олай болса 960-ті азайтып тастайық. Сонда 1168-ден 960-ті азайтамыз. 208, ортасында X қалады, мына жақта 268. Сонда бізде екінші түрлі кәмпиттің бағасы 208 теңгеден артық, бірақ 268 теңгеден кем екен. 217 есептеңдер. Бірінші, біз ең астынан бастаймыз. Ең астында 2 азайтылған 2-ден 1-ді есептеп аламыз. 2-нің бөлімінде 1 бар дейміз, ортақ бөлімі 2. 4 азайтылған 1, 3 азайтылған 1, 2 2 4 азайтылған 1 бөлінген 2. Тең болады 4 азайтылған 1 бөлінген 3 азайтылған. Мына жердегі 2 алымға барып көбейтіледі, сонда 1 көбейтілген 2 2 болады. Бөлімінде 3. Тең 3-тің бөлімінде 1 бар, ортақ бөлімі 3 болады. Сонда 4 азайтылған 1, 3 3 9 азайтылған 2 бөлімінде 3. Енді тағы да 3 алымға барып көбейтіледі. Сол кезде 4 азайтылған 3 бірім 3, 9-дан 2-ні азайтамыз 7. Тағы да 4-тің бөлімінде 1 бар, сондықтан ортақ бөлімі 7 болады. 4 жердегі 7 28 азайтылған 3 бөлінген 7. 25 бөлінген 7, араласын айналдырсақ 3 бүтін 7-ден 4. Екіншісі, бұл жерде де ең астынан бастаймыз. 1 азайтылған 2-ден 1. 7 азайтылған 1, 5 азайтылған 1. Мына жерде 1-дің астында 1 бар, ортақ бөлімі 2. Сонда 2-ден 1-ді азайтамыз. Бөлімінде 2. 7 азайтылған 1 бөлінген 5 азайтылған. Бізде мына жақтағы бөліміндегі 2 алымға барып көбейтіледі. 2 бірім 2 бөлінген 1. 2-ні 1-ге бөлеміз 2. 5-тен 2-ні азайтамыз 3. Сонда 7 азайтылған 3-тен 1. Бөлімінде 1 бар, ортақ бөлімі 3. Сонда 21 азайтылған 1 бөлінген 3. 20 бөлінген 3, 6 бүтін 3-тен 2. Үшіншісі, бұл жерде де ең астынан бастаймыз. 4-тің бөлімінде 1 бар, ортақ бөлімі 3. 6 азайтылған 2, 5 азайтылған 2 бөлімінде 4 3 12 азайтылған 2 болады, бөлімінде 3. 3 алымдағы 2-ге барып көбейтіледі, сонда мына жерде 6 болады, бөлімінде 10. 6 мен 10-ды қысқартып жіберейік. 2-ге мында 3 болады, 2-ге қысқартсақ 5 болады. Мында ортақ бөлімі 5 болады, мына жерде 1 бар, ортақ бөлімі 5 болса, 2, 25 азайтылған 3 бөлінген 5 болады. 6 азайтылған 5 алымдағы 2-ге барып көбейтіледі, 10 бөлімінде 22. 2-ге қысқартайық. Мында 5, мында 11. Ортақ бөлімі 11. Сонда 66 азайтылған 5 бөлінген 11. 61 бөлінген 11. 5 бүтін 11-ден 6 шығады. Төртіншісі. Бұл жерде де ең астынан бастаймыз. 4 азайтылған 5-тен 4. 4-тің бөлімінде 1 бар, ортақ бөлімі 5.
Ал оғанға дейінгі сандарды өзін жаза тұрайық. 4 бесім 20, азайтылған 4, бөлінген 5. Бөліміндегі тұрған 5, мына жақтағы алымындағы 8-ге көбейтіледі. Сонда ол жерде бізде 40 болады. 40 бөлінген 20-дан 4 азайтамыз, 16. 16 мен 40-ты қысқартсақ болады, 8-ге, мұнда 5 болады, да 2 болады. Сонда ортақ бөлімі 2, да 2-ге көбейтеміз. Бөліміндегі тұрған 2, алымындағы тұрған 3-ке барып көбейтіледі. Сонда 6 азайтылған 3, 2, 6 бөлінген 15. 6 мен 15-ті 3-ке қысқартайық. 2 қалады, 5 қалады. Ортақ бөлімі 5 болады, сонда мұнда 1, 5-ке көбейтеміз. 4-тен 3 қосылған алымында 7, бөлімінде 30 азайтылған 2, бөлінген 5. Тең 4-тен 3 қосылған 5, 7-ге барып көбейтіледі. 35 болады. Бөлімінде 30-дан 2-ні азайтамыз, 28. Енді 35 пен 28-ді 7-ге қысқартайық. Мұнда 5 қалады, мұнда 4 қалады. 4-тен 3 қосылған 4-тен 5, 4-тен 8 шығады. 8 4-ке бөлемін 2. 218 жерден айға ұшатын космостық корабль қашықтықтың бірінші жартысын 25 сағатта, екінші жартысын 50 сағатта ұшты. Ақпараттық коммуникациялық технология көздерін пайдаланып, жерден айға дейінгі қашықтықты жазып алыңдар. Жерден айға ұшқан космостық корабльдің орташа жылдамдығының жүздіктерге дейін дөңгелектеген жуық мәнін табыңдар. Жерден айға дейінгі ара қашықтық S деп қойып, 384 403 километр. Енді орташа жылдамдықты табамыз. Орташа жылдамдықты тапқан кезде барлық ара қашықтықты 384 403 бөлеміз уақытқа. Барлық уақытқа. Біріншісі 25 сағат болды, екіншісі 50 сағат болды. Сонда 384 403 бөлінген 75-ке. Сонда бізде болады 5125 бүтін 75-тен 28. Енді бізге айтады жүздіктерге дейін дөңгелектелген жуық мәні. Яғни жүздік бізде 5 ондық, 5 бірлік, 2 ондық, 1 бізде жүздік. Сонда осы жүздіктен кейін 2 тұр. Яғни олай болса бізде 1 қала береді. Одан кейінгілері 0 деп жазсақ болады. Сонда жуықтап алған кезде 5100 километр сағат. Жауабы В орташа 5100 километр сағат.